Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді, қарапайым және де жеңіл дайындалатын құймақты бәліш дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет болады, 2 ас қасық қант пудрасы, жарты шай қасық ас содасы және де 1 шай қасық бал мен 100 мл сұйық майды құйып, біз қазір қамыр дайындаймыз. Жақсылап араластырамыз. Осыған 350-400 грамм болатындай ұнымызды жаймен сала отыра қамырымызды араластырамыз. Бұл біздің араластырғышпен араластыру арқылы қамырымыз нәзік, жұмсақ болуын қамтамасыз етеміз. Қамырымыз қоюлана басталған кезде араластырғышты алып тастап, қолымызбен жұмсақ қамырды елейтін боламыз. Міне, видеодан көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз жұмсақ, нәзік болып шығады. Қамырымыз уже дайын. Осыны жарты сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді біз салмасын жасаймыз. Салмасына 400 грамм 20% қаймақ қажет болады. Осыған 100 мл сгущенкамызды құямыз. Және де 1 ас қасық қантымызбен, қант пудрасымен 1 ас қасық крахмал саламыз да жақсылап араластырамыз. Өздеріңіз видеодан көріп тұрғандарыңыздай, жасалу жолындағы рецепттер, керек заттардың барлығы үй жағдайында күнделікті болатын заттар болып табылады. Енді дайын тұрған қамырымызды жақсылап жайып, осыны формочкаға саламыз. Жан-жағын бәрін тегістеп шығамыз. Сосын шетін бәрін бір келкі қылып, кесіп, әдемілеп шығамыз. Сосын біздің қамырымыздың төменгі жағы көтеріліп, формасын кетіріп алмауысы үшін біз төменгі жақты вилкамен жақсылап тұрып, бірнеше жерінен тесіп шығатын боламыз. Енді осыған салмасын саламыз. Тегістеп шығамыз. Сосын қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минуттай пісіретін боламыз. Беті кішікене ғана қызарыңқыралып, әдемі болып піседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте күшті болып шығады. Осыған өздеріңіздің еркілеріңіз бойынша әдемілеулеріңізге болады. Мен малина сиропын жасап, сәндеп шықтым. Бұл пирог күнделікті жасауға өте жеңіл, және де өз үйлеріңіздегі жақын жандарыңызды осындай қарапайым заттармен керемет дәмді пирогтар мен тәттілер дайындау арқылы қуантуларыңызға болады. Сондықтан менің YouTube каналыма жазылып, күнделікті қарап жүріңіздер.